Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 7 сынып физика сабағының 4-ші тоқсан бойынша БЖБ екінші нұсқасын талдайтын боламыз, яғни күш моменті бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл жерде бізге орындауға 15 минут қарастырылған. Бізге 3 тапсырма берілген. Тапсырманы орындамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Осылай сіз маған өз қолдауларыңызды білдіре аласыздар. Сонымен қатар әр видеоға белсенділік көрсетсеңіздер, 7 сынып сабақтары толықтай талдайтын боламын. Және де видеоны достарыңызбен бөлісе ұмытпаңыздар. Ал бірінші тапсырмаға оралайық. Бірінші тапсырма А және Б деп екі нұсқа қарастырылған екен. А нұсқасында суретте көрсетілген қайшы мен қысқыштарды механизм қандай түріне жатқызуға болады. Бұл жай механизмнің иіндік түріне жатқызамыз. Б нұсқасына көшейік. Б тапсырмасында неліктен осы құралдардың саптарының ұзындығы әртүрлі болатындығын түсіндіріңіз депті. Егер құралдардың саптары қаншалықты ұзын болса, оған соншалықты күш аз түсіріледі. Ал егер де құралдардың саптары қысқа болса, оған соншалықты күш көбірек түсетін болады. Бұл иіндіктің тепе-теңдік формуласымен анықталынады. Екінші тапсырманы қарайық. Екінші тапсырмада бізде суретте иіндікке орналастырылған жүктер мен жүк тарапынан әсер етуші күштердің иіндерінің мәні берілген. Әр нұсқада иіндіктің тепе-теңдікте болатынын немесе сағат тіліне бағыттас қарсы айналатынын анықтаңыз және кестеге жазыңыз деген. Кестеде бізде 4 нұсқалық берілген: А, Б, С, Д. Яғни әрбірінің өзінде әртүрлі сандар көрсетілгендіктен өлшемдер, яғни шығу мәнінде әртүрлі болады. Ал есептеп шығарып көрейік. Оқушылар, мен берілген өзіме жазып алдым. Өздеріңіз білетіндей, иіндіктің тепе-теңдік формуласы бұл бізде F1 D1 тең F2 D2. Осы формамен анықтаймыз. Бұл жерде бізде берілгеніне қарасаңыздар, бізде күш берілмеген, яғни оның орнында бізде масса берілген. Енді осы жерден біз ауырлық күшінің формуласын аламыз. F тең mg. Енді осы күштің орнына біз массаны қойып шығамыз. Сонда бізде болады m1 G1 D1 тең M2 G2 D2. Енді осы жерден екі жақта да бізде G бар. Сонда біз G-ға бөліп тастасақ, M1 D1 тең M2 D2 қалады, балалар. Енді орнына қойып шығарайық. Бізде M1-дің орнында 2 килограмм, көбейтілген D1-де бізде 40 метр, тең M2-де 20 килограмм, көбейтілген 4 метр. Сонда 2-ні 40-қа көбейтсек бізде 80, 20-ны 4-ке көбейтсек 80. Яғни бұл жерде бізде тепе-теңдік сақталады екен. Екіншісіне көшейік. Бұл жерде бізде Б нұсқасында тура осы формулаға саламыз. M1 D1-ге, M2 D2-ге. M1-дің орнына бізде 2 килограмм, көбейтілген D1-іміз 4 метр, тең M2-де 2 килограмм, көбейтілген 3 метр. 2-ні 4-ке көбейтсек 8, мына жағымыз 6. Бұл жерде бізде тепе-теңдік сақталмайды, яғни сағат тіліне қарама-қарсы. Сағат тіліне қарсы. Үшіншісін шығарайық. С нұсқасында бізде M1 D1, M2 D2. Бұл жерде бізге M1-дің орнына 2 килограмм, көбейтілген 0,175 метр, тең 0,5 килограмм, көбейтілген 4 метр. 2-ні 0,75-ке көбейткенде, 2-ні 0,175-ке көбейткенде бізде 1,5, тең 0,5-ті 4-ке көбейткенде бізде 2 шығады. Яғни бұл жерде тепе-теңдік сақталмайды, яғни сағат тіліне бағыттас. Арғай Д нұсқалған шығарайық. Бұл жерде бізде тоже осы формуламен шығарамыз.
М1 біз 0,8 килограмм көбейтілу 4,5 метр тең 0,2 килограмм көбейтілген 7,3 килограмм. Ой, метр. Кешіріңіздер. 0,8 4,5-ге көбейтсек, бізде 3,6 тең 0,2 килограмм 7,3-ге көбейтсек, бізде 1,46 шығады. Енді бұл жерде де тепе теңдік сақталған жоқ. Сонда бізде сағат тіліне қарсы. Міне балалар, осымен екінші тапсырманы аяқтадық. Үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырманың берілгенін оқиын. Жұмысшы массасы 50 килограмм арбаны 80 сантиметр биіктікке 125 күш жұмсап итеріп шығарды. Жазықтықтың ұзындығы 4 метр. Пайдалы жұмысты анықтаңыз, толық жұмысты анықтаңыз, көлбеу жазықтықтың пәкін анықтаңыз. Мен сіздерге қазір есепті шығарып көрсетейін. Ал оқушылар, мен мына жерде үшінші тапсырманың берілгенін жазып алдым. Массасы барлығын жаздым. Бізде пайдалы жұмыс, толық жұмыс және пәкті табуымыз керек еді. Мына жерде мен 80 сантиметрді ХБЖ-ға келтіріп алдым, яғни 80 сантиметрді 100-ге бөлгенде 0,8 шығады. Бізде пайдалы жұмысымыздың формуласы МЖH, толық жұмысымыздың формуласы күштің ұзындыққа көбейтіндісі, пәктікі, пайдалы жұмыстың толық жұмысқа бөлінісінің одан шыққан санды 100-ге көбейтеміз. Енді осы жерден орындарына қойып шығайын. Бізге массамыз 50 килограмм, көбейтілген G бізде тұрақты мән, яғни жуықтап 10 деп аламын. H-мыз бізде 0,8. Осы цифрларды көбейтіп шыққандағы мәні бізде 400 джоуль шығады. Толық жұмысты шығаратын болсам, толық жұмыс бізде 125 көбейтілген 4. 125 көбейтсек, бізде 500 джоуль болады. Мына жерден бізде пәкті табатын болсақ, пәгіміз бізде пайдалы жұмысымыз 400, толық жұмысымыз 500 болды. Көбейтілген 100% тең 400-ді 500-ге бөлген кезде 0,8 шығады. Оны 100%-ға көбейткенде 80% шығады. Яғни жауабы А бізде 400 джоульға тең, Б-мыз бізде 500 джоульға тең, С бізде 80, яғни пәкіміз 80%-ға тең. Міне балалар, осымен бізде БЖБ екінші нұсқалығын талдап болдық. Арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достарыңызға таратуды да ұмытпаңыздар. Арнада басқа да БЖБ нұсқалары бар, қарап көрсеңіздер болады. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.